Сәлем балалар, 3 сынып математика 141 сабақ қағаз ақша тақырыбы. Бүгін сен мұздықтар мен мұздаулар туралы түсінік қабылдайтын боласың. Бірінші есепке назар аудар. Саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет сатып алды. Ересектерге арналған билет 800 теңге, ал балалар билеті 500 теңге тұрады. Әрбір билеттің бағасын әртүрлі қағаз ақша және монетамен қалай жинауға болады? Мысал үшін 800 теңгені 500 теңге, 200 теңге және де 100 теңгелік қағаз және де монеталармен жинауға болады. Немесе 200 теңгеден 4-еуін алғанда 800 теңгені құрайды. Ал 500 теңгені бір 500 теңгелік ақшамен, немесе 200 теңгелік және де бір 100 теңгелік ақшамен жинап алуға болады. Екінші есептерді шығар. Екінші ай есебі. Мұздықты зерттеушілер дүкеннен жолға 500 теңгеден 2 қалбыр бұқтырылған ет және де 200 теңгеден 4 қалбыр балық сатып алды. Олар сатуға шыға 5000 теңге берді. Сатушы оларға қанша теңге қайтарады? Олай болса 500 мыңнан азайтамыз. 500-ді 2 есеге арттырып, 250-ді 4 есеге арттырып, қосылған мәні 2000-ға тең. 5000-нан 2000-ның айырмасы 3000-ға тең. Яғни зерттеушілер жалпы 2000 теңгеге зат алған. 5000 теңгеден 2000-ді азайтқанда 3000 теңге қалды. Демек сатушы оларға 3000 теңге қайтарады. Екінші ай есебі. Жас альпинист дүкеннен спорттық арқанын 1 метр 250 теңгеге сатып алды. Осында 3 метр арқан қанша теңге тұрады? Ал 4 метр арқан ше? Демек 250-ді 3 есеге арттырамыз, 750. Ал 250-ді 4 есеге арттырғанда 1000 теңге. Есептің жауабы: осындай 3 метр арқан 750 теңге тұрады, осындай 4 метр арқан 1000 теңге тұрады. Үшінші есеп. Кесте бойынша есеп құрастыру, оларды шығар. Есептің шарты: жасыл каска бағасы белгісіз 3 дана, құны белгісіз. Қоңыр каска бағасы белгісіз 2 дана, құны 6000 теңге. Ал енді осы жердегі бірінші болып қоңыр касканың бағасын білеміз. Ол үшін құнын санына бөлеміз 3000. Демек, каскалардың бағалары бірдей 3000 теңге екен. Ал енді жасыл касканың құнын табайық. Ол үшін бағаны санына көбейтеміз. Өнектің мәні 9000. Демек, бұл каскалардың бағасы 3000 теңге, ал жасыл касканың құны 9000 теңге болды. Үшінші ай есебі. Есептің шарты: қоңыр көзілдірік 5000 теңгеден, саны белгісіз, құны 10000 теңге. Қара көзілдірік 3000 теңгеден, саны белгісіз, бірақ қоңыр көзілдірікпен бірдей, құны белгісіз. Есептің шешуі: біз ең бірінші қоңыр көзілдіріктің санын тауып алайық. Өйткені қоңыр көзілдіріктің құны мен бағасы белгілі. Санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. 10000 мен 5000 бөлінісі 2-ге тең болады. Ал енді қоңыр көзілдірік пен қара көзілдіріктің саны бірдей 2-ге тең. Енді қара көзілдіріктің құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. 3000-ны 2-ге көбейтсек 6000-ға тең болады. Демек, есептің жауабы: қоңыр және қара көзілдіріктердің саны 2-ден, ал қара көзілдіріктің құны 6000 теңгеге тең. Төртінші тапсырма. Теңдеулерді шешіп, әр суретке қандай мұздық бейнеленгенін анықтап көр. Y пен 4-тің бөлінісі 318 пен 3-тің бөлінісіне тең. Осы күрделі теңдеуді ықшамдап аламыз. 318 пен 3-тің бөлінісі 106-ға тең. Осы жерден Y табу үшін 106-ны 4 есеге арттырамыз. Y-тің мәні 424-ке тең. Келесі теңдеуді тексереміз. 424-ті Y-тің бастапқы мәніне жазамыз. 424 пен 4-тің бөлінісі 106-ға тең. 318 пен 3-тің бөлінісі де 106-ға тең. Теңдеулеріміз өзара дұрыс шықты. Келесі теңдеулерді орындаймыз. Яғни, бірінші суреттегі мұздық жаңғырық мұздығы екен.
Келесі x бөлінген 2 тең болады 750 мен 6-ның бөлінісіне. Мұндағы 750 мен 6-ның бөлінісі 25-ке тең, ал x-ті мәні 250-ге тең болады. Бұл суретте Корженевский мұздығы. Келесі теңдеу y қосу 565 тең болады 207 мен 4-дің көбейтіндісіне. 207 мен 4-дің көбейтіндісі 828. Y-ті табу үшін 828-ден 565-ті кемітеміз. Y-дің мәні 263-ке тең екен. Демек, суреттегі тұйықсу мұздығы. Соңғы сурет Y пен 120-ның айырмасы тең болады 203 пен 3-дің көбейтіндісіне. 203 пен 3-дің көбейтіндісі 609, ал 609-ға 120-ны қосқанда 729-ға тең болады. Демек, бұл суреттегі Абай мұздығы екен. Демек, Корженевский мұздығы Іле Алатауының Есік өзені алабында орналасқан. Тұйықсу мұздығы Тянь-Шань тауының солтүстік жоталарының бірінде. Жаңғырық мұздығы болса Летау Алатауының оңтүстік беткейінде. Абай мұздығы Жоңғар, яғни Жетісу Алатауының солтүстік беткейіндегі үлкен басқан өзені алабында екен. 5-ші есеп амалдардың орындалу ретін анықта және оларды есепте. Бұл өрнекте бірінші болып жақша ішіндегі амал, содан соң бөлу және бөлу амалдары ретімен орындалады. Содан соң азайту мен қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 567-ге тең. Келесі өрнек. Келесі өрнекте жақша ішіндегі көбейту, ең соңында азайту амалдары орындалады. Жақша сыртындағы азайту және қосу амалдары ретімен орындалады. Өрнектің мәні 932-ге тең болады. 6-шы А есебін шығар. Мұзтаудың су бетіндегі бөлігінің биіктігі 15 метр, ал су астындағы бөлігінің тереңдігі одан 6 есеге артық. Мұзтаудың жалпы ұзындығы неше метрге тең? Демек, 15-ті 6 есеге арттырып, су үстіндегі бөлігіне 15 метрге қосамыз. Өрнектің мәні 105-ке тең болады. Демек, мұзтаудың жалпы ұзындығы 105 метр. 6-шы А есебі кері есеп құрастырып, оны шығар. Есептің шарты. Жалпы мұзтаудың ұзындығы 105 метр. Су астында 90 метр, су бетінде қанша метр мұзтау бар? Есептейік. Жалпы ұзындықтан су астындағы ұзындықты азайтамыз. 105 пен 90-ның айырмасы 15-ке тең болады. Есептің жауабы: су бетінде 15 метр биік мұз бар. 7-ші тапсырма. Сызба бойынша өрнек құрастырып, оның мәнін тап. 5 пен 120-ның көбейтіндісі 600-ге тең, 600 пен 5-ның қосындысы 605-ке тең. 7 мен 102-ның көбейтіндісі 714, 7 мен 101-дің көбейтіндісі 707, 707-ге 7-ні қосқанда 714-ке тең. Келесі өрнек. 4 пен 109-ның көбейтіндісі 436, 4 пен 110-ның көбейтіндісі 440, 440 пен 4-дің айырмасы 436-ға тең. 6 мен 119-ның көбейтіндісі 714, 6 мен 120-ның көбейтіндісі 720, 720 мен 6-ның айырмасы 714-ке тең болады. 8-ші тапсырма. Фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлшеу, олардың аудандарын тап. Бірінші фигура. БС, яғни ұзындығы 4 см, ені 2 см. Ал ауданын табу үшін 4 пен 2-ні көбейтеміз 8. Демек, осы фигураның ауданы 8 см квадратқа тең. Келесі бізде шаршы LM қабырғасы 3 см, MN қабырғасы 3 см. Ауданын табу үшін 3 пен 3-ті көбейтеміз 9. Демек, есептің жауабы: шаршының ауданы 9 см квадратқа тең. 9-шы тапсырма. 5 монетаның біреуі жалған, ол басқасынан жеңіл келеді. 2 рет өлшеп жалған монетаны қалай табуға болады? Мұндағы 5 монетаны 2, 2 және 1 монетадан 3-ке бөліп аламыз. Таразының 2 тасына 2, 2 монетадан өлшейміз. Егер кез келген таразының табағы ауыр келсе, сол табақтағы монеталар шын монеталар. Жеңіл табақтағы монетаны 2-ке бөліп, екінші рет өлшеп, ең жеңілін жалған монета екен деп танимыз. Немесе 2 табақта тең түсетін болса, артылып қалған 1 монетамыз жалған монета екені түсінікті болады.
Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.